Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен заварные пирожные немесе эклері деп аталатын тәттіні дайындайтын боламыз. Өте керемет дәмі, міндетті түрде жасап жеп көріңіздер. Ең алдымен қамырын дайындап алу керек. Ол үшін плитаға түбі қалың ыдысымызды қойып, сары май, су және шым-шым тұзды салып араластыратын боламыз. Сары майымыз толық еруі керек. Қатты ысып, сары майымыз еріген кезде ұнды салатын боламыз. Ұнды салған кезде жылдам қимылдау керек. Тез араластырып, ағаш қасық болса жақсы, ағаш қасықпен араластырсаңыз жақсы болады. Бір минуттай шамасында плитада ұстап, кейін ыдысымызды алатын боламыз. Жақсылап араластырып, осы қамырымызды басқа ыдысқа салу керек. 40-50 градусқа дейін суытуымыз қажет. Жұмыртқаны ыстық күйінде салуға болмайды. 40-50 градусқа дейін суығаннан кейін жұмыртқаны біртіндеп салатын боламыз. Бәрін бірден салып жіберуге болмайды. Бірінші жұмыртқаны салып болғаннан кейін барынша араластыруға тырысамыз. Осылай әр жұмыртқаны салғаннан кейін жақсылап араластыратын боламыз. Қамырымыз осындай болып шығады. Кондитерский мешок бар болса, кондитерский мешокқа салып, насадканың көмегімен шығаруға болады. Немесе кондитерлік мешок жоқ болса, қасыққа салып, шарик ретінде формировать етіп, солай салсаңыз да болады. Мен осылай насадкамен пергамент қағазына салып шықтым. Ең алғашында пешті 210 градусқа дейін ысытатын боламыз. 210 градуста 10 минут пісіреміз. Кейін градусын төмендетіп 180 градуста 25 минут пісіретін боламыз. Сол аралықта пештің аузын ашуға болмайды. Пештің аузын ашсаңыз, қамырыңыз бірден отырып қалады, көтерілмей қалады. Креміне өз қалауыңызша крем қолдансаңыз болады. Менде үйде сливки мен творожный сыр болғандықтан осы кремді жасадым. Ал негізінде белково-заварной крем деп аталады. Жұмыртқаның ақуызынан жасалатын крем. Немесе вареная сгущенка, сливкимен араласқан болса да болады, вареная сгущенка. Заварной кремдер болады. Әртүрлі крем қолдансаңыз болады, өз қалауыңызша. Осылай шпажканың көмегімен тесіп шығып, кремді арасына құйып шықтым. Бетіне сахарная пудра, яғни қант ұнтағын сеуіп әрлеп шықтым. Міндетті түрде жасап көріңіз. Сау болыңыз.